Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін татар халқының ұлттық тағамы кыстыбый дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы су, бір жұмыртқа, сары май, тұз және сұйық май қосып жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ұнның бір бөлігін салып, венчикпен немесе қолыңыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қалған қамырды салып, қолымызбен илейміз. Егер қамырда құрғақ жерлер қалса, тағы да кішкене су қосып жеріп, барлығын біріктіріп, иін қандырып 5 минуттай илейміз. Қамырды 30 минутқа демалдырып қоямыз. Әрі қарай піскен картоптың үстіне сары май, сүт және тұз қосып, картоп езбесін жасаймыз. Вилканың көмегімен жақсылап біркелкі етіп барлығын еземіз. Мінекей картоп езбесі біркелкі болып шықты. Енді кезекте дем алған қамырымызды алып, 40 граммнан 10 бөлікке бөлеміз. Бөлінген қамырларды пакеттің астына орналастырамыз. Ашылып қалмауы керек, мұқият болыңыздар. Және де қамырды осылай жұқа етіп, дөңгелетіп жайып шығамыз. Ешқандай ұнның қажеті жоқ. Күлшелерде міндетті түрде жайып болған соң орамалмен бетін жауып қойып отырамыз. Мінекей енді дайын болған күлшені қызған табада ешқандай май жақпай өзін пісіріп аламыз. Тарелкаға орналастырып, міндетті түрде бұның да бетін жабамыз. Бізде қамыр кеуіп кетпеуі керек, яғни күлшелеріміз. Өйткені қазір біз салмасын салғанда жыртылып кетуі мүмкін, сондықтан ыстықтай салмаларды саламыз. Өзіңіздің қалауыңызша, егер көп қосқанды жақсы көрсеңіз, немесе аз қосқыңыз келсе, өз қалауыңызша картоп езбесін сала бересіз. Осылай беттестіріп, сары май жағып ұсынсаңыздар болады. Маған бірақ сары май мен табада қуырған ұнайды. Осылай екі жағын сәл-сәл қызартып қуырамыз. Ерекше дәмді, қытырлақ болып шығады. Ыстықтай ұсынасыздар, отбасыларыңызға міндетті түрде жасаңыздар. Барлығын осылай кезектестіріп, егер сары майыңыз таусылып қалып жатса, табада азайып қалса, тағы да салып қуыра бересіз барлығын. Рецепт сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырсаңыздар болады. Сіздермен болған мен Айнұр. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.